Өткен түнде әлем назары Трамп пен Зеленскийдің кездесуінде болды. Путинмен кездесуі алдындағы бұл әңгімеде томагавк бойынша ешқандай да келісім жасалмады. Ал енді маңызды тұстарына тоқталайын. Кездесу кеше 17 қазанда өтті. Оның жабық бөлімі шамамен 2 сағатқа созылды. Кездесуден кейін журналистер алдына тек Зеленский шықты. Украина президенті кездесуді жемісті деп сипаттады. Оның айтуынша олар Трамппен ұзақ қашықтықтағы қару-жарақ, соның ішінде томагавк зымырандарын жеткізу мәселесін талқылаған. Зеленский Трамппен бұл тақырыпта ашық мәлімдеме жасамауға келіскенін айтып отыр. Себебі ақш эскалацияны қаламайды. Зеленский Украинада томагавктардың пайда болуы Ресейде қорқыныш тудырады дейді. Себебі бұл қуатты қару. Журналистер одан Вашингтоннан ұзақ қашықтағы зымырандар жөнінде үмітпен кетеме деген сұрағында ол мен реалистпін деді. Сонымен қатар томагавк тақырыбы жабылған жоқ. Украин тарабы бұл бағытта жұмыс істеу керек дейді Зеленский. Зеленскийдің айтуынша мұнда ең қиын мәселе территория болып отыр. Оның айтуынша, ресейліктер бүкіл Украина аумағын жаулап алғысы келеді. Трампта бұл мәселе өте күрделі екенін айтқан. Трамп кездесуден кейін журналистерге шыққан жоқ, бірақ ол Украина президенті сөйлеп тұрған кезде Truth Social желісінде жазба жариялады. Онда ол Зеленскийге сондай-ақ бұған дейін Ресей президенті Владимир Путинге де адам өлтіруді тоқтатып, мәмілеге келетін уақыт жетті дегенді айтты. Трамп кездесуді қызықты әрі достық сипатта өтті деп бағалады және соғысты майдан шебінде тоқтату ұсынды. Бұл жазбасында Трамп территория мәселесінің шешімін өзі қалай көретінін де айтып кеткен. Мінекей, соғыс пен батырлық белгілеген шекарада қан жетерліктей төгілді. Олар тұрған жерінде тоқтауы керек. Екеуі де өзін жеңімпаз деп жарияласын, ал тарих төреші болсын. Енді атыста өлім де артық шығында болмасын деп жазды Трамп. Негізгі деген мәселелер осындай. Енді Трамп Будапештте алдағы апталарда Путинмен кездеседі. Ары қарай не болады? Оның бәрін менің арнамнан біле жүріңіз. Ақылтай деп аталатын телеграм арнаға жазылып қойыңыз. Менің арнама лайк басуды ұмытпаңыз.